Қайырлы күн достар. Мен сіздерге прогноз шығаратын боламын. Енді дерево яннан бастасақ 2022 жылға арналған прогноз. Қабыл алыңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырсаңыздар, құба-құп болар еді. Енді дерево ян белгісіндегілер үшін жаңа достар пайда болады. Белсенді боласыз, командада жұмыс жасайсыз. Өзіңіз сияқты элемент келгендіктен ғашық болуыңыз мүмкін. Жеке өміріңізде өзгерістер болады. Бұл өзгерістер 2023 жылы да болады. Себебі тигрден кейін кролик элементі келеді. Кроликте өзі сияқты дерево элементі. Деревоға жатады. Жалғыз болғыңыз келеді. Жалғыз отырып бір интеллектуалды жұмыспен айналысқаныңыз дұрыс. Көп белсенді болғандықтан денсаулықты да ұмытпағаныңыз жөн. 2022 жылы сіздерде фаза ци төмен болғандықтан денсаулықты ұмытпаңыздар. Әсіресе картаңызда вада болмаса, денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Дерево ян белгісіндегі адамдар үшін тигр 10 вознаграждение жұлдызын білдіреді. Бұл көп ақшамен жұмыс деген сөз. Ақша табу оңай болады. Басқа адамдармен белсенді боласыз. Белсенді болсаңыз, ақша жеңіл келеді. Бірнеше жерден жұмыс жасайсыз. Жеке өмірге келсек, некеде болсаңыз, треугольник пайда болуы мүмкін. Үшінші адам пайда болуы мүмкін. Яғни сіздерге 10 вознаграждение жұлдызы келгендіктен үй немесе машина сатып алуларыңыз мүмкін. Егер картаңызда лошадь, собака болатын болса, жаңа бизнес бастайсыз. Энергияңыз көп болады. Жаңа жұмысқа, басқа должностьқа ауысасыз. Кейінге қалдырып келе жатқан істеріңізді аяқтауға тура келеді. Өзіңізге жұмыс жасаңыз, спортпен айналысыңыз, инвестицияға ақша саласыз. Қандай инвестиция деп ойласаңыз, ол жылжымайтын мүлік болуы мүмкін, биржа, немесе өзіңіз қалаған іске салсаңыз болады. Кейбір привычканы тастауға тура келеді. Өміріңіз бұрынғыдай болмайды. Үйленбегендер үйленеді. Егер некеде болсаңыз, тағы да 2 жұмысты істейтін боласыз. 2 жұмыстың бірін таңдауға тура келеді. Бала көтеру, бала туу болады. Жолға шығасыз, жолдасыңыздан қолдау болады. Кейбір ситуацияны басқарасыз. Сіздерде повышение болады. Жолдан аздап ауырып келуіңіз мүмкін. Демалып энергия жинау керек болады. Елдің айтқан сөздеріне мән бермей, тек өзіңіз не қалайсыз, соны жасағандарыңыз дұрыс. Елдің бәріне онай бермейсіз. Өзіңіз өзгермесеңіз, ситуация сізді өзгертетін болады. Егер өзгерсеңіз, сәттілік күтіп тұр. Қарыздарыңызды қайтарады. Еңбегіңіздің жемісін жейтін боласыз. Өзіңіз күткен көп ақша келеді. Кей кезде бір дүниені, бір адамдарды күтуге тура келеді. Ер адам сіздің өміріңізде маңызды рөл ойнайды. Аяқ асты пландарыңыз өзгереді. Үйіңізде ремонт болса, ұзаққа созылады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма жазылып отырсаңыздар, лайк басып отырсаңыздар, құба-құп болар еді.